сәлем ол жайығы, толқыныңа кім салмады қайығы, кім шертпеді саған келіп шаттығы, кім жұмады саған келіп айыбы. Сәлем ол жайығы, толқыныңа кім салмады қайығы. Урал – одна из 7 крупнейших рек Казахстана. И для жителей ЗКО она очень значима и жизненно необходима. Так, к примеру, животноводство является одной из ведущих отраслей в ЗКО. Пойма реки является хорошим местом для выгула домашнего скота и забора сена, если разлив реки хорош. Помимо этого, Урал стал средой обитания для более 58 разновидностей рыб, таких как карпы, осетры, щуки, лосось и так далее. Именно такое биоразнообразие позволило активно развиваться рыболовству и рыбному хозяйству в нашем регионе. Не стоит исключать и того, что Урал стал источником питьевой воды для людей, живущих в населенных пунктах. Так, ежемесячно потребляется около 3 миллионов кубических литров воды. Как бы это очевидно ни звучало, но вода также используется и в растениеводстве. ТЭЦ также использует воду из Урала для того, чтобы преобразовывать испарение воды в электричество. Именно поэтому Урал стал главным источником электроэнергии для городов, лежащих вдоль Урала. Климатические условия Урало-Каспийского бассейна формируются под воздействием приземных слоев воздуха и циркуляционных процессов водных масс. Қазіргі таңда жайықтың жайы мәз емес. Су деңгейі апаттық жағдайға дейін жетуде. Орташа деңгейі 594 см болған жайықтың қазіргі деңгейі 240 см-ге дейін төмендеп кетті. Яғни су деңгейі 2 есе кеміді. Бұл 50 жыл ішіндегі ең төмен көрсеткіш болып табылады. Су деңгейі қазіргі таңда өте баяу ағуда. Экологтардың пікірінше, егер Жайық өзенінің су деңгейі осылай төмендей беретін болса, онда ол маусымдық өзенге айналып кетуі әбден мүмкін. Жайық өзенінің қазіргі деңгейі 2 шекаралас мемлекетті алаңдатуда. Ресей ғылым академиясының жанындағы Дала институтының академигі әрі директоры Александр Чебелевтің айтуы бойынша, егер екі мемлекет тез арада шешім қабылдамаса, Жайық өзені жойылуға шақ тұр. Қазіргі таңдағы өзен суының күрт төмендеуі оның тартылып, осы аралдардың пайда болуына әкеліп отыр. Бұл жағдай бүкіл Жайық өзеніне және де барлық аймаққа қауіп төндіруде. Жайық өзенінің экологиялық ахуалының күрт нашарлауы бірнеше факторларға байланысты болып отыр. Атап айтсақ, климаттық фактор. Ауа температурасының жоғарылауы мен жауын-шашын мөлшерінің азаюы өзеннің қоректену көзі болып табылатын жер асты суларының деңгейінің түсуінде өзен суының азаюына әсер етуші факторлардың бірі болып отыр. Соңғы жылдардағы жер асты суларының деңгейін көрсететін графикте су деңгейінің төмен екенін көруге болады. Жайық өзені Урал қаласының және өзен маңындағы елді мекендер тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз етуде басты рөлде болды. Бірақ халық санының жылдан жылға өсуіне байланысты өзен суын ауыз суға пайдалану, өндіріс көлемінің және ауыл шаруашылық жерлерінің мөлшерінің артуы өзен суына үлкен жүктеме түсіріп, су деңгейінің күрт төмендеуіне де әсер етті. Әсіресе 2017 жылдан 2020 жыл аралығында су деңгейінің төмендеуі анық көрінуде. Осы жүргізілген зерттеулеріміздің нәтижесінде біздер Жайық өзенінің экологиялық жағдайын шұғыл түрде шешуді қолға алмасақ, Жайықта Арал теңізі сияқты өткенімен салыстыруға келмейтін қиын жағдайға жететініне көзіміз жетті. Қазіргі таңда әлеуметтік желілер арқылы ақпараттарды халыққа тарату және проблемаларды шешу деңгейінің жоғарылығы барлығымызға осы Жайық өзенінің экологиялық проблемаларын бірлесе шешуге мүмкіндік береді. Жайық өзенінің көп ғасырлық бай тарихы біздің ұрпақтар үшін жоғалмауы керек. Осы мақсатта сіздерді Жайық өзенінің жан айқайына көпшіліктің назарын аударуға әлеуметтік желілер арқылы бірлесе әрекет жасауға шақырамыз. Тағы да Жайықтың жан айқайын Алия Дәулетбекованың мына өлең жолдарымен жеткізгім келіп отыр. Жайық өлсе не істеймін, айта көрме, не деп басу айтамын байтақ елге. Мұны қалай сыйдырам түйсігіме, сабырсыз дау санама сайтан өрген. Жайығым-ай, мейірлі, момын анам,
Кездер қайда арнана тола бағар. Кешірімшіл едің ғой кешіренді. Жаның аман қалса екен, жаның аман. Байқаймысың